Бұл музей одасыны біз ерлі сәкендеріні, Қырым татарларыны тарихы ве медениетінен таныштырмақ үшін ачтық. Мұнда да ерлі халық пек қавесеве ве чоқсы авесетелер келіп бізде мұсафыр олмаға. Қырым чүн айтқанда озыны мисалыны кетірсен, оларға бұл ерлі сәкендерге да зиеде тәсір еті. Қарбабаларымызны асіретлігіні озымызны үстінде дуямыз ве мұсылман олғанымыз үшін ве Қырым татар олған үшін әбет ғұрурланамыз. Бірінші елларындан келгенімізден балаларымызға тырыштық Қырым татар тілі дерслеріні ал бармаға. Чүнке өгіренмеден ғайры дан ұнытмамақ вазиеті де бар, вазифесі де бар. Бұйық қызым, ана де татар жасына дан айтсан, бір güzel чыға. Әбет адам бір шейін жойған сон оны қиметіні аңлай. Ağırlıklardan, kıyıncılıklardan biri bu yanımızda, etrafımızda soy-soplарымыз olmağanı, bitak arbaları olmağanı, kümerde beyram vaxtında qıdıramız küm elini öpme, onlar yanımızda olmağanları duyula. Ana baba öz terbiyasını beri, bitak arbalar da öz terbiyalarını beri. Sabır, taqat, iman baylığı tileyim. Birdemligimizni joymadan halkımızla beraber endi serbest ana vatanımızda toplaşmasını tileyim inşallah. Әрбір халқның, әрбір миллетнің өз дini, өз тілі, өз тарихы ве өз медениеті бардыр. Бізім Қырым татар халқымызның бай тарихы ве медениеті бізге епімізге мирас оларақ қалды. Бұл тарих ве медениетні асырлар девамында душманларымыз йоқ етмеге істеді. Амма Аллахқа шүкірлер olsun ki, олар мақсатларына ерішіп оламадылар. Біз есе бүгін өз маневи байлығымызны бүтін дүнияға көстереміз. Шынды біз Драгобычерінің Қырым татар медени мерkezінің музейінде болынамыз ве Асене ханым Булатова бізге бұл музей ақында тариф етecek. Селам алейкум. Алейкум селам. Бұл музейіңіз ақында бізге не айта білесіз? Бұл музей одасыны біз ерлі сәкендеріні, Қырым татарларыны тарихы ве медениетінен таныштырмақ үшін ачтық. Бұл одада чешет түрлі стендеріні көре білесіңіз. Тарих ақында айтамыз, насыл Қырым ханлығы тікленгенінің, сон эссас Қырым татарларыны тарихында эссас күнлері ақында айтамыз. Mesela Русия тарафтан Қырым зарп етілгенini айтамыз. Ве 70-90 сәнелері Қырымға қайтуф вақтыны да ачықлайық. Насыл олғаны, насыл қиынлықлар кечкенімізді айтамыз. Да, мында эснафчылық көстеріле. Насыл халқымыз нағышнен оғрашқанны, сон башқа эшяларнен оғрашқанны көстереміз. Бұл тарих одасында экскурсия кечереміз ве қысқадан өзімізді тарихымыз, медениетіміз үшін ақында айтамыз. Mesela stendimiz, öyle stendimiz var, Haytuf yılları gösterili. 70-90 yıllar Haytuf yılları gösterili ve o yılları nasıl halkımız Moskvaga barıp Kızıl Meydanda turdu. Ve adamlarga özünü misalini gösterip айтсан, olarga başkadan tesir etti. Mesela meni Qarbabam Kırmızı Meydanға bardı ve anda erkin cemaatnen beraber oldu. Onun için er vaqt Қырым чүн айтқанда өзіні мисалini кетірсен, оларға bu ерлі сәкендерге да зиеде тәсір еті. Біздің мерkezimizde Қырымда olған репрессияларға бағышланған бірқаç мерасим олып keçti. Mesela выставкамыз бар.
стенд, ама шымды о стендны асчық янылаштырмақ керек, чүнки малюмат әр вақыт денеше бере ве көмер фотоларны керек денештірмеге. Қырымда олған репрессияларға бағышланған Антон Наумлюкны фото ресімлерінің выставкасыны кечірдік. Қырым ақында сорасалар, біріншіден озыны якынларından башласан, mesela білген адамларыны айтсан, ерлі сәкендерге башқадан тәсір етті. Mesela Эрвин Ибрагимов мені сыдавдашым еді. Айтқанда Эрвин Ибрагимов ғайып болды. Тентөвлер кече, кімні евінде тентөвлер кече. Шайрамызды білген адамларыны ве айтасын, бұл бізні екіміміз еді. Біз оға барайдық, хорантамыз нен барайдық. Бұл білген адам еді, біз оларға мұсафірлікке барайдық, олар бізге келейді. Мұны бөле мисаллер кетіріп айтқанда, адамларға да зияде тәсір етті. Бұл музейіңіз или бұл медени меркез демек ерлі сәкенлеріні Қырым татар халқының бөле медениетінен таныштырмақ ниетленді. Әбет. Асылды мұнда мұсафірлер келгенде біздің халқымыз ақында діңлегенде оларны чоқысыны не мерақландыра, насыл суалер сізге берелер? Ой, суалер пек чоқ ола. Чешет түрлі суалер. Чоқ олғаны güzel, демек мерақланалар. Мерақланалар, әбет. Чешет түрлі суалер ола. Тарихы чун, тарих ақында. Қырым татар халқы ақында насыл миллет олғанымызны, медениетіміз ақында сұрайлар. Сон мұнасебет için сұрайлар. Mesela Хорanta içinde мұнасебет. Балаларымызны насыл остыргеніміз мұнасебет. Құрандан аетлеріні көмерсі, Құранны тәржімесіні көстеріп, сұрайлар. Насыл емеклер ашағанымызны әршей мерақландыра. Адларымыздан башлап, насыл адынымызны манасы олғандан, емектен бітіріп, әршей ақында мерақланалар. Халқымызда өле адет бар, хаве içmek. Мұнда да ерлі халық пек хаве севе, ве хаве içкен адетімізні көстереміз ве айтамыз. Насыл олғаныны, мұсафірлеріні насыл қарышылағанымызны көстереміз. Ве чоқсы авесетелер келіп бізде мұсафыр олмаға ве ашларымызны ашап, сейланып отырмаға. Демек Қырымда олғанымызда біздің янымыздаки украинлер, руслар ве бұ ерлі сәкенлер, демек Қырым татарлар кім олғаны үшін, олар үшін умумен сыр олейді? Мен айтыма, көмерсі бар, білгенлерді бар ішінде. Mesela hocamız бізде мектепте, бала мектепке қатнай. Hocamız мектепте айта оғлымны сыныфында Қырым татарлар насыл олғаныны чоқтан балылықтан өзі hoca біле іштейді, битасындан іштейді Қырым татарлар кім олғаныны. Сон оғлым татар олғаныны, Қырым татар олғаныны білгенден башлады мектепте дерсіні алып барған вақытта ачықламаға кім Қырым татарлар олғаныны, қайда яшағанларыны, ненен оғрашқанларыны. Сон бұл тарафларда бір вақыт тарих бойынша насыл яшағаныны, мында насыл Қырым татарлар келіп шыққаныны, оны ачықлады балаларға. Пек мерақлы. Бұлды кімлер еді сіздің мұсаферлеріңіз? Чоқ адам олдымы ве бұл музейге тек базы күнлері ачық мы келіп, оны сейретмеміл күн яда ер күн ачық? Насыл чалаша? Біріншіден мұсаферлеріміз чешет түрлі мұсаферлер еді. Ерлі акимиет векиллері еді, башқа үкіметтен, mesela Польшадан мұсаферлеріміз бар еді. Яшлар келелер, мектеп талебелері, студентлер. Сон бөле ачық күнлер олай еді бізде конференция дайын, яда мастер-класслар, екімлер, hocалар давет етілейді ве адамлар келейді. Насыл күнлері чалыша, аптада 3 кере мерkezimiz açık еді, ama şimdi karantin vaxtında toplaşmak yasak ve şimdi toplaşılmay мұнда. Асылда өз мұсафирлеріңізге біздің халқымыздың тарихы ақында тариф еткенде, медениеті ақында тариф еткенде, өле ғұрур дұйғылары дұясыз ма?
Эбет ғурурланамыз. Эбет ғурурланамыз ве мында олғанда оғадар адам içinde башқа миллет içinde olғанда ве башқа динні күткен адамлар içinde olғанда мұсылман olғанымыз үшін ве қырым татар olған үшін эбет ғурурланамыз. Альхамдулиллах, Аллах Тааля бізні ислам дінінен бүйіклетті, бізні башқа адамлар içinden сайлап, сечіп, бізге ислам дінін берді. Альхамдулиллах. Қырым ханлығы девірі olғанда, Қырым ярымадасында чешет түрлі миллетлер яшады. Mesela Çingenелер, Караимлер, Эрменлер. Ve bu milletler vakit mabet yaşadılar. Bir vakit için ozara bir davalar olmadı. Ve vakit mabet yaşağını gösteremiz. Bu tarafını açıklayıq halka. Асылда мечбури боле мында келгенлеріні Драгобыч ерін сәкенлері насыл қабыл еттілер, насыл хатыраларыңыз бар? Альхамдулиллах, Аллаға шүкір, яқшы қабыл еттілер, ве қабыл еттелер, ве чоқсы Қырымда насыл олғаныны сорайлар, әлі да сорайлар, насыл Қырым татар халқы алда олғаныны чоқ мерақланалар. Mesela bir yerге барсан, мектепке, яда хастаханеге барсан, яда yolda автобустар аз келсе адамлар сорайлар, қоншалар қол ұзатмаға бақалар. Айталар, егер бір шеге мұқтаж олсаңыз, вақыт қапымыз açıq, келіңіз, сораңыз, керек олса, берерік, ярдым етерік. Demek ki 7 yıl geçti, davranışları değişmedi, sumadılar. Yok, değişmedi. Evet, millette yakşısı da var, yamanı da var, osuz değil. Ama çoksa, eğer umumen bakanda adamlar sıcak kanlılar. Ve böyle mında mecburi alda gurbetlikte olduk hepimiz ve olamaz şimdi. Ve elbette böyle hasretlik duyguları peyda ola. Böyle duygular peyda olganda ne yapasız, nasıl onlarını bilmiyorum söndürüyorsunuz mu, nasıl bu meseleni çözüyorsunuz? Hasretlik elbette ola. Birinciden bu cemaat. Cemaatimiz bir-birimizge muhayet olamız. Eğer hasretlik olgan vakitte ola toplaşamız. Havege birsiге aylanasın ya da бірсі қатыр сорап келе, собетлерге топлашамыз. Әнде қарбабаларымызны асіретлігіні өзімізні үстінде дуямыз ве алуштадан Güzel Kırım türküsünü çok dinlep heyecanlanamız. Son Samedin'in türküsü var. Pek yakşı ekene Kırım, onu dinlep böyle. Ve hepimiz umut etemiz ki ve şüphelenmek inşallah ana yurtımıza Kırım'a kaytarmız ve o konu kaytkanın öz evinizge barıp, öz şehrinizge kaytıp ne yapar ediniz birinciden? Birinciden evime kaytıp evet ana babama baracağım. Son ikinciden kartlarımızga. Bizning kartlarımızga karbabalarım var. Alhamdulillah olarga birinci hatır soramaga. Son soy sopnu aylanmaga. Birinci. İkinciden men bilesem deniz yalısına barıp bütün kokuske nefes almaga inşallah baracağımız. Hakikaten yaş nesil bir cemiyetinin, bir halkının baylığıdır. Ve bizim geleceğimiz mutlaka onlarla bağlıdır. Onlarga bilgi ve terbiye vermek, öz kimligimizni aşlamak mutlaka bizim borcumuzdur. Onun için geleceğimizni yüksek ve parlak görecek olsak, yaş nesilimizge dikkatli olmalıyız. Yanı yerde, yanı şaraitlerde
büyüklerge kıyın olğаны gibi yaşlarga, balачıklarga da bu yanı şaraitlerde yaşamaga kıyındır. Драгобыч şehrinde 18 Kırım Tatar хорантасы yaşay ve көргенime ve bilgenime göre mында çok bala бар ve балалар yaşagаны hakkında onların hayatı nasıl geçkeni bizge bugün Dilara Enanova tarif edecek. Selamun aleyküm Dilara Hanım. Aleykümselam. 18 хоранtada sizin cemiyetinizde ne kadar bala asıldı бар? Umumen sayganda bütün korantalalarımız az balalı koranta değil. En çok balalı bu 6-7 balalı korantalarımız da var şükür Allah'a. Hepsini sayganda 40'tan çok bala var. Балачıklar asıl özlerini nasıl duyarlar? Çünkü onlar için her şey denişti. Alışkan hayat, alışkan şaraitleri hepsi denişti. Onlar nasıl bu gurbetlikni karşıladılar? Olarga da kıyın oldu ama men bilesem kıyınca oldu büyüklerge. Балалар мектептерге барып, бала бақчаларына барып, анда асчық өзінің күндерін кечіріп, дейім, бұл бүйіклерін қасиетлеріне далмаздан, түшінмезден, бүйіклерін қасиетлерін түшінмезден өз вақытларын алып баралар. Ама бар өлем бір насылдыр дейім, оларға да бір қиынлық келе, mesela олардың байрамларынан рас келішкенде да, я да оларның мында ерлі халқы күткен халқы үшін. Оларның байрамларынан, насылдыр бір мерасимлерінен рас келішкенде, вақыт чапа-чапа сорайлар, ана бізге бұл мүмкін ме? Ана бұл біздің дінімізге қаршы шықмай ма? Деп вақыт сорайлар. Бір тарафтан о güzel сорайлар. Ләкин сорамаған баланы алын едір, білмеймін. Епсін кім мен білесім, сорамайдыр ама шай. Балалар да өзлері огренелер, бұл шарайтте өзлеріне яны бір достлық тапмаға, яны бір хаят құрмаға, ана бабаларының берабер, олар да огренелер мен білесім шай. Дұйылған ағырлықлардан, қиынжылықлардан бірі бұл янымызда, етрафымызда сой-сопларымыз олмағаны, бита қарбалары олмағаны, кімерде бейрам вақытында қыдырамыз кім елін өпме, бірсін битасы келсе, бір кереден мен mesela айтам балаларыма бар чапын, анда кәмілін битасы келді, бар чапын, анда зүлфиен битасы келді, барын елін алын, анау қол өпме, байрамлашма нелерімізін ұнытман деп өлен айтамыз. Ама балаларға насыл дейім, олар янымызда олмағанлары дұйыла. Чүнке ана баба өз тербиясын бере. Ама насылдыр битақарбалар да өз тербияларыны бере. Олар ана баба бұл елда кечкен, мына mesela қач яшынамыз, 30-40 яшына ана бабалар олсақ, біз 30-40 ел нелер көрдік, оны тек айта білеміз. Ама қарбабалар, биталар, олар кечкен несілде не олғанны, ол біздің балаларымызға ашлаталар. Ама бұл шымдыкі вақытте маңа көре насылдыр ағырлық дегіл ама? Зорлық? Зорлық. Бір зорлықтыр. Ама ona бақмадан бір-бірімізге бармаға тырышамыз. Бір-бірімізге қаве олсын мы, қавеге бармамы, мұсафірлікке мы. Бір маначық тапсақ, илде чапамыз. Вай, сенің сауытын бізде қалды, қайтарайым деп, маначықның қавеге бір-бірлерімізге қатнамаға тырышамыз. Бет қасталық олмаса, зорлықлар олмаса, шай тырышамыз. Машалла, асылда сіз бөле бақам, мұнда жемиет оларақ қави күчлі бағларыңыз бар бір-біріңіздің арасында. Асылда жемат яшайшы, насыл сізді кече ненен оғрашасыз мұнда? Жемат кібі бірінші күнлерден, мен белдесем, бірінші күнлерден мұна насылдыр 3-4 Құранта мұнда келдік. Бір кереден мұна Алланың несінен, ярдымынен білмейм, бір топлаштық. Бір кереден тамам келген вақытлерде мен mesela майыс айында келдім, рас келдім 18 майыс дуасына, бір кереден башладық кечірмеге. Сон 18 майыстан сон тамам майысын соны едімі, оразан вақты еді.
Йомайсын соны дегілі асчық кетчірақ ораза вақты еді. Бір кереден ефтарлар деп, байрам деп, балларын бір шенен егілендірейік деп, ама о егіленже файдалы олсын деп, насылдыр, лагерлер уйдыра едік, ефтар вақтында балаларға айры ефтар япа едік, бала ефтарлары ораза тұтса да, ярым күн тұтса да, бір ефтар япа едік балаларға. Насылдыр, бұл жемаатымыздың вазифесі озымыз жойылмайық, балаларымыз жойылмасын, она бақып, не келіше оны yapmaға тырышамыз. Лагер оламы mesela балаларға, дерслер оламы балаларға. Нені лайық көреміз, оларын yapmaға тырышамыз. Ама башқаларын бүйіклерін баққанда mesela бүйіклерге біздің халқымыздың, біздің жемаатымыздың бүйіклеріне mesela сүбетлер кечіреміз апайларға, бала тербия мевзусында, ана баба урмет мевзусында, яда ислам диніміз насылдыр, түрлі проблемлерге насыл бақа у мевзуларда mesela сүбетлерді кечіреміз. Эбет байрамлар, байрам бұл айры бір насыл дейім байрамға пек жоқ вақыт береміз. 2-3 айдан евел байрамға азырланмаға башлаймыз. Чүнки викторинасы да бар, софра менюсы да бар, ерши де бар. Қайдан не насылдыр, қайдан ақша алажан, насыл ішлетежен түшінжелер бар ебет. Білгеніме көре, мұнда чешу түрлі дерслер балачықлар үшін алып барасыз. Насыл дерслер кече бізге не айта білесіз? Бірінші елларындан келгенімізден балаларымызға тырыштық қырым татар тілі дерслеріні алып бармаға. Чүнки огренмеден ғайры дан ұнытмамақ вазиеті де бар, вазифесі де бар. Чүнки мұнда пек еңгіл қырым татар тіліні ұнытмаға азлықмыз. Мектеплерде біздің тіліміз афсуски жоқ. Ама тырышқан едік, бірінші еллары тырышқан едік ақшамлық мектебінде, вечерняя школа базасында тырышқан едік, бір қач саат дерслері олсын деп. Ама сағлығы себебінен о дерслер девам олынмады. Сондан тырыштық, анда олмады, оз арамыз балаларға яны сөзлер, яны ибарелер огретмеге насыл мүмкін. Чүнки біз дуямыз балаларымыз, ұныталар бұл қырым татар ибаретлеріні, лафларыны, насыл келіше, бұл сөз келіше ме, шымда айтмаға яда келішмей ме, олар оны ұныталар. Біз насылдыр, мұна дерслер тешкіл етіп, кімерде біздің бүйік қызларымыз да, бүйік оғланларымыз да о дерслерде иштирак етелер, ожа оларақ, ярдымжы оларақ, олар да тырышалар. Кішкене балаларымызға яны сөзлер ме, яны ибарелер ме, оны огретелер. Сон кечкен елі бүтін жамаатымыздың балалары бұл онлайн мектебіне, зынжырлы медресе мектебіне yazылған еділер. Çok бегенділер, ама бұл елі нечундыр жоқтыр. Білмейм, ама балалар, мен білгеніме қадар балалар беклейлер. Бұл дерслер бірдан кечіріліп башлай жақ деп. Енді бұл онлайн мектебі олмағаны үшін біз енді өз күшімізден ниетіміз бар. Ожа таптық қызмет олса ниетіміз бар, о дерслерін девам етмеге. Дан эбет Құран дерслері, дини дерслері алып барамыз балаларға. Машалла балачықларымыз тырыша. Балачықларымыз тырыша, араб арфлерін телафузы пек қиындыр, ама олар тырышалар, машалла. Құран оқижам деп, Алланың келамын оқижам деп, олар қуаналар, тырышалар. Dini dersler olsun, son mesela IT sahasında montaj, Adobe After Effects dersleri de al ballarga. Bu zemanevi tendensiyalardan artqa qalmayıq deb, ballarımız da artqa qalmasın deb, o derslerini alып baramız.
өз медениетімізні, өз кімлігімізні сақлап, жоймамақ үшін не yapmalımız сізінше? Біріншіден, менімше мен яны бір şey айтмам, яны лаф олмаз. Жемат арасына олмақ. Біріншіден, жематымызмен бер ебет динні ұнытмалмақ. Біріншіден динні ұнытмамақ, тілні ұнытмамақ, медениетімізні ұнытмайып, ұтанмайып динімізден, медениетімізден ұтанмайып өмірімізде кечірмек. Ve başkalarına, men belesem başkalarına көрсетмесек, біттек анау өзіміздің içine қалacақ. Мана мен шайым, мен қырым татарым, мен мұсылман, біттек шай қалacақ, тек өзің yapsan. Amma оны керек көрсетмеге, аңлатмаға, мана біз наз олғанымызын, кім олғанымызын, медениетіміз олсын, тарихымыз олсын, түрлі халқымыздың тарафларын мен белесем көрсетмек керекміз. Эм қуанчлы тарафларыны, эм башқа тарафларында көрсетмек керекміз. Айрыжа жемат ишімізін бақсақ, насыл мирасымлер кечірдік, нелер яптық. Бұл біріншіден біздің ерлі сәкенлерімізге, мында яшаған халыққа, өзіміздің халқымыздың медениетімізін көрсетмеге тырыштық. Mesela бүлен нағыш ве өрнек мастер-класслары алып бардық. Олар çok бегенділер, нағышлауымызын çok бегенділер, өрнеклеріміздің манасыны çok бегенділер. Соны алып барған едік, емек пішірме мастер-класслары, пахлава олсын, пляв олсын, лөля кебап олсын. Ebet, олар çok бегенділер, қоқысында бегенділер, дадында, ясамасында. Сон бүгін Қырымда репрессияларға оғыраған қардашларымызға қол тұтмақ үшін мында ерлі ратушамыздың етрафында флешмоб акциясын кечірген едік. Чоқсы ерлі сәкендер келіп, бақып, сорап, өз дұйғыларыны білдіріп, демек, олар да қошылдылар. Олар да қошылдылар, Асылда инсан бір шейіні жойған сон, о шейінің қиметіні данды чоқ ағынай. Өзіңіз дуясыз ма, мұнда ғұрбетлікте, мисал Қырымда лаф етмеген ерлерді, ана тілімізде, мұнда о дұйғылар башқа жечалашып, сен данда бөле әмді тілге де чоқ чарақ диққат етесің, әмді өз топрақларыңа севге, әмді таныш білішлерге оларыны жойғандан сон, өле вақтынжа оларға севгі дұйғалардан да күчленгенini дуясыз ма? Ebet, адам бір шейін жойған сон оны қиметіні аңлай. Ebet, дуямыз, дуйғанымыздан да, mesela мен балаларым айта, бұйық қызым, ана де, татар жасынан дағын айтсан, бір гүзел чықа, бір көңіліме, яқ кібі, мелем кібі келеді көңіліме. Бақсан насыл гүзел екен тіліміз деп, анда дұйылмаған, анда дұйылмаған шелер мұнда айрыжа башқа жадан кескін дұйыла, Шынды біз Қырымдан 1200 километрдеміз, ама бізде Қырым татарларымыз ве біздің халқымызға не тілер едіңіз? Біріншіде Қырымда қалған халқымызға сабыр, тақат, иман байлығы тілейім. Өзімізге де бірдемлігімізді жоймадан халқымызмен бер енді сербест ана ватанымызда топлашмасыны тілейім, иншалла. Çok sağ olun Dilara Hanım. Paylaşkan malumatlarınız için Allah Teala yardımcı olsun sizge, sizin cemiyetinizge özlerimizni saqlab qaldırmağa ve tez vakitte aytqanınız gibi hepimiz evlerimizge qaytib көз айдын haberlerin içmeke Allah Teala nasip eylesin. Amin. Siz de sağ olun. Saygılı teleseyirciler, hatırlatam, bugün Takdir Yolları programması Dragobiç şehrinde musafirlikte bulundu ve Kırım tatarları ve onların cemiyeti bu şehirde nasıl yaşaganını sizni tanış etmeye tırıştık. Eyleklerde görüşeyik.